Видео басылмай жатып каналыма тіркеліп, лайк басып өтулеріңізді сұраймын. Себебі осы заттар менің каналым дамуына зор үлес қосады. Және де видеоларымда рекомендация шығара бастайды. Бастың ба? Ай, красавчик, бастайық. Осы күнге дейін мен балапанның қазіргі шығарған проекттарын айтып, талқылап кеткен болатынмын. Ол өте жаман сапада, жаман анимациямен және де барлығы бір текті болатын. Прям көріп тұрсыңдар ма? Бір жан жоқ секілді мана мульттерді. Қазіргі балапан шығаратын мульттер тек кішкентай шеголдарға бірдеңкені үйрету мақсатында жасалған. Менің кезінде ондай болмаған деп айтатын мульттер ғой мынау. И шынымен де біздің кезде нағыз мульттер шығатын. Керемет кездер еді. Бір 2014-2017 жылдарда балапан нағыз мульттер шығаратын кездер еді. Иә, бұл басқа студиялардың мульттері, бірақ та балапан оларды қазақ тіліне аударып, бізге ол кезде біз шеголмыз көрсететін. Шынымен де шедеврлар ол кезде өте көп еді. Мысалға, жеңімпаз жеткіншектер. Қопал деп қойды дейді жерде қоймай айтсақ енді. Жеңімпаз жеткіншектер малайзиялық анимонста студия жасап шығарған проект. Басты кейіпкер ол мына жас бала. Қазақша дыбыстамада оның есімі Батыл Балақай. Қайдал бойып тұр өз баласына Батыл Балақай деген ат қояды екен, мен түсінбедім. Бірақ оригиналда да бұл кейіпкердің атын керемет деп айта алмаймын. Listen, Bubba boy, we've been best friends. Baba Bowie. Baba Bowie. Baba Bowie. Baba Bowie. Қысқасын айтқанда, Баба Бой өз достарымен бір қабақ және де екі қызбен мына Майнкрафт басты өзге ғаламшарлықпен және де оның сәл-пәл тупой роботымен шайқасады. Шайқасуға оларға мына кішкентай робот көмектеседі. Қалай десеңдер, оларға супер күш беру арқылы. Ендігі Батыл Балақай өзінің екі күшімесін шақыра алады. Біреуі найзағай күшін қолданады, біреуі ауа, ал біреуі жер. Ханада бір қызда супер күш және де ұшу. Екінші қызда оның есімі Ин, супер жылдамдық, ал қабақта жақсы оның аты Гопал, кез келген затты тамаққа айналдыру, молекуласын ауыстырып. Ал өзге ғаламшарлық болса, оның есімі Адуду. Жерге келген себебі ғаламшардағы ең қуатты, ең мықты көп энергияға бай затты іздеуде. Какао. Иә, біз кайфпен жейтін тамақ ғаламшардағы ең мықты зат болып шықты. Өмір сүргенін естіп. Ал Батыл Балақай атасына уақытша қонаққа келген болатын. Мана Қалқан құлақ атаға. Есімі Тоғысычы. Қонаққа келіп ол солай басқа кейіпкерлермен де танысып, достаса бастайды. Ал Адуду құрылғыға айтып Каконы ұрлап, жаулап алып алайын десе, адамдар оны менсінмепті. Чорт. Ұрлап алып оны күш беретін кішкентай роботқа салайын деп жатқанда, басқа нәрсеге назар аударып, басқа бөлмеге кетіп қалған кезде, Батыл Балақай осы моментті пайдаланып, роботты сықып кетеді. Және сөйтіп өзіне күшінде алып алады. Және кейінгі бөлімдерде достарына да береді. Солай олар жерді де құтқара бастайды. Осындай керемет мульт. Бірақ әрине өсе келе түсініксіз жерлерін байқайды екенсің. Оның біріншісі, неге кішкентай балдар жерді құтқарып жүр, ал үкімет немесе әскерліктер тасақ теуіп жүр? Бұл біріншісі есічі. Екіншісі, бәленбай ғалымдар күн сайын ғаламшарды зерттеуде. Солардың біреуі бір Адудудың кемесі жер орбитасына кірген көрмеді ме не? Адудуды уже бұрында ұстап алып 51-ші зонаға алып кетіп, шек-қарын ақтарып тастайтын еді ғой. Ал құрылғыны запчасқа сатып жіберетін еді уже. Өскен сайын қиын екен ескі мульттерді көрген. Жарайды. Бірақ бұл мульт бәрібір де өте қызықты әрі жалықтырмайтын болатын. Және де ең қызықты мульттер қатарынан кетпейді. Ностальгия. Әр серия сайын Батыл Балақайдың да күші де мықтырақ бола бастайды. Және де әр күштің бір қосымша заттар пайда болады. Мысалға, найзағайдың түсі қызылға боялып, телепорт күші пайда болса, желдің скейтборд пайда болған болады. Ал жер болса, жерден жасалған робот шақырылатын күші пайда болды. Айтпақшы, робот демекші. Тоботтар бар емес пе еді? Бұл да темеді ғой. Екі пацандар, Кори мен Райан, солай ме әйтеуір есімде емес, жай пацандар. Бірақ бір күні мектептен қайтып бара жатып, әкесінің көлігінде біреулер соғысып, әкесі не болғанын көрейін деп шыққан кезде, әлгі көліктегілер оның батяларын ұрлап кетеді. Батясын, қате айтып қойдым, кешіріңдер.
түсініксіз неге? Себебі оларға ешкім ұрла деп айтқан жоқ. Оға деген ондал болды. Короче, екеуі не болған түсінбей батарея болып отқанда автокөліктері олардың өзін-өзі жүріп әлгі автоның артынан қуалай жөнеледі. Бірақ ұзақ қуалай алмай қалады. Себебі көршілерінің қауіпқа түскенін көріп тоқтап қалады. Және әкесі жазып кеткен нұсқаулық арқылы олар өз автокөлігін алып роботқа, бұлардың әлемде айтқанда тобытқа айналдырады. Және сөйтіп көршілерін де құтқарады. Көбінесе бастапқы бөлімдерде олар көбінесе әкесін құтқаруға тырысады. Және бекер емес екен олардың қолынан келеді. Молодцы, красавчики. Және әрі қарай олар әр түрлі жаман кейіпкерлермен қырылады. Олар қабақ, робот, мотоциклистер, оның көмекшісі, какой-то әпше және оның роботтары, бизнесмен және оның роботтары. Және болды. Оригиналда серия көп және де бұлар шайқасатын кейіпкерлер де көп етін. Бірақ балапан тек белгілі бір маусымға дейін алғандықтан әрі қарай біз қазақша дыбыстамада көре алмаймыз. Жеңімпаз жеткіншектермен де сондай оқиға. Өкінішті. Жақсы, тоботтар құрады. Тоботтарды әлгі екі балдардың батясы өз досымен жасап шығарған. Елді немесе өз отбасысын қорғау үшін. Бірақ та қайғылы жағдайлармен батясы мүгедек болып қалады. Бірақ ол үлгеріп екі тоботты жасап үлгереді. Тоботтарға келетін болсақ, тоботтар жай айтқанды істейтін баркпен шокпен емес, ойлап қалмаңдар. Тоботтар олар ішінде ядросы бар, өз ойлары бар, өз мінездері бар роботтар. Олар ядро кезінде дәл кішкентай сәби секілді. Және кім оларға жақын болады, солармен олар тобот кезінде де жақын болады. Басында мульт екі тоботпен басталады. Олар X және де Y. Бірақ батясы досымен бірге олардың санын көбейте береді. Және де олардың саны 11-ге дейін жетеді. Байқайсыңдар ма, тоботтар автокөлікке айналғанда олар Kia автокөліктеріне айналады. X ол Kia Soul, Y ол Kia Cerato, ал Z болса Kia Sportage. Және ары қарай кете береді. Кияның орнына бір Cadillac байтеуір даумышын қолданса, шайқаста оңай болады. Тек тоботқа айналып қоймай, олар бірге де алады. Және біріккен тоботтардың мықты жерлерін алып, олар мықтырақ тоботқа айналады. Міне керемет концепт, керемет сюжет. Неге осы қолданбасқа? Қазіргі балапан? Айтпақшы, бізде бұндай бар екен ғой. Ұмыт кетпін ғой. Жарайды. Бұл мульттер шыққанына көп жыл болса да олар әлі мықты, әрі жаман емес көрінеді. Экшн деген жатыр шайқаста бар, бірақ аниме емес әрине, бірақ болады норм. Ал балапан осы ескі мульттерге қарап, дұрыс сюжеті бар мульт шығарады деген ойдамын. Бір типтес емес. Ал осымен мен де аяқтаймын. Сіздермен болған мен Олжас. Тоғыбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.